Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше әдіспен жасалынатын гүлханым деп аталатын тағамның рецептін ұсынамын. Алдымен қамырымызды елеп дайындап аламыз. Ол үшін суымыздың үстіне шай қасығы толтырып, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, суымызды аз-аздан құя отыра қатты етіп қамыр илейміз. Қамырымыз кәдімгі бешбармаққа, мантыға илеген секілді қаттылау болғаны дұрыс. Қамырымызды жақсылап егі қанғанша қолымызбен, яғни жұдырығымызбен баса отырып, жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз, салапанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып, жайылуға оңай болады. Біздің салмамызға тартылған ет, туралған пияз және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте жаңағы тындырып қойған қамырымыздың бірінші зуаласын алып, ұн сеуіп, жақсылап, жұқалап жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Барынша қамырды жұқалау етіп жаюға тырысыңыздар. Құрметті қыз-келіншектер, егер осы рецепт сіздерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, каналымның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды осы видеодағыдай жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды ұзыншалап кесіп аламыз. Алдымен жандарындағы артық қамырды кесіп алсаңыздар болады. Қамырымызды осы видеодағыдай ұзыншалап кесіп аламыз. Кесілген қамырдың үстіне міндетті түрде сұйық май жағамыз. Сұйық май жағып болғаннан соң ортасына жаңағы дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Қамырға салмаларымызды салып болғаннан соң видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қазір бірнеше танасын көрсететін боламын. Өте оңай жасалынады және де өте дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі кезекте манты қазанымыздың листін міндетті түрде астын сұйық маймен майлап аламыз. Жаңағы гүлханымдарымызды, яғни гүлмантымызды осы листке жайғастырамыз. Кастрөліне суды толтырып құйып, қайнатып, қайнаған судың үстіне қойып, 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай біздің тағам дайын болды. Өте дәмді болып шықты, ең тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.